Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен осындай өте керемет дәмді лағманның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қамырын жасап алатын боламыз. Қамыры үшін бізге ұн қажет болады. Мен 1 килограмм ұн алдым. Суымыздың үстіне тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне бір жұмыртқамызды қосамыз. Және де осы тұз қосып араластырған суымызды осы ұнымыздың үстіне бөліп, аз-аздан қоса отыра, қатты қылып қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып кетпеуі керек. Судың бәрін бірден құйып жібермейміз. Өйткені біздің қамырымыз бос болып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай жай-жайдан қоса отыра, қатты қамыр илейтін боламыз. Осылай бөліп суымыздың бәрін құйдық. Енді осы қамырымызды жақсылап мұштап, осылай столдың үстіне алып, қолымыздың көмегімен езгілеп жарты сағаттай қамырды жақсылап илейтін боламыз. Қамырымыз кішкене қатты болуы қажет. Бірақ қолымызбен созып, осылай жарты сағаттай илейтін боламыз. Енді осы илеген қамырымызды біз мешочыққа салып, 20-25 минутқа тындырып қоямыз. Бойын алып, тыныққан қамырымызды алып, тағы да бір рет мұштап, жақсылап илеп шығамыз. Осылай илейтін боламыз. Осы илеген қамырымызды тағы да мешогымызға салып, 20-25 минутқа тағы да тындырып қоямыз. Енді етімізді маринаттайтын боламыз. Мен мұнда жарты килограмм ет алдым. Мякоть, соя тұздығын қосатын боламын. Және де еттің маринатына арналған осындай арнайы уксус бар, соны қосамын. Және де кукурузный крахмал 1 столовый ложка қосатын боламыз. Етімізді бөлшектеп турап аламыз. Видеода көрсетілгендей осылай жіңішкелеп турайтын боламыз етімізді. Осындай қалыңдықта етімізді жақсылап турап аламыз. Енді осы турап алған етімізді ыдысымызға салып, үстіне соя тұздығын салатын боламыз. Соевый соусты, уксусымызды қосатын боламыз. Крахмалымызды қосып, қолымыздың көмегімен жақсылап езгілеп, маринатымызды бір жарты сағатқа қойып қоямыз. Тынып тұрған қамырымызды алып, жақсылап бойын алып, тынып тұрған қамырымызды осылай бөлшектерге бөліп, кесіп алатын боламыз. Шетінен алып, лағманымызды жасайтындай қылып, қамырымызды дайындап аламыз. Подносымыздың астына май жағамыз. Майымыздың үстіне қамырымызды дөңгелетіп, осылай жайғастыратын боламыз. Бұл қамырларымызды осылай үстіне де май жағып, бір жарты сағатқа қоямыз. Үстіне майымызды жағып, пакетімізді жауып, 15-20 минутқа қалдырамыз. 15-20 минут бойын алып тұрған қамырымызды қолымыздың көмегімен осылай созып бастаймыз лағманымызды.
қолымыздың көмегімен осылай формасын шығарамыз. Және де екінші подносымызды майлап, тағы да шамалы созған қамырларымызды бір 20-25 минутқа тағы да үстін пакетпен жауып қалдыратын боламыз. Бұл біздің лағманымыз жақсы созылуы үшін, және майлап қоюды ұмытпаңыздар. Майы сіңіп, лағманымыз жақсы созылатын болады. Жарты сағаттай тағы да тұрды. Енді осы лағмандарымызды қолымыздың көмегімен осылай созғылап, созып аламыз. Біздің жарты сағат тұрып майы сіңген лағмандарымыз жақсы созылатын болады. Осылай тағы да жасап, тағы да бір 20 минутқа пакет жауып, бетіне майлап қалдыратын боламыз. Жарты сағаттай тұрды мінекей. Енді осы лағмандарымызды шетінен созамыз. Лағмандарымыз жақсы майы сіңген және жақсы бойын алған, үзіліп кетпейді. Созған кезде жақсы созылатын болады. Екі қолымызға саусақтарымыздың көмегімен осылай лағмандарымызды жинап аламыз, созуға дайындап. Және де столымыздың үстіне ұрғылап, осылай лағмандарымызды жақсылап созып аламыз. Біздің қамырларымыз жақсылап бойын алған, үзіліп кетпейді, жақсы созылатын болады. Осы созған лағмандарымызды қайнап тұрған суға салып, бір қайнатып шығарып аламыз. Мен екі лағманды осылай бірге салдым. Лағмандарымыз суда бірікпейді. Лағмандарымызды міндетті түрде бір қайнатып қана шығарып аламыз. Көп қайнатып жібермейміз. Көп қайнатсаңыздар, сіздің лағмандарыңыз ісіп үлкейіп кетеді және босап кетеді. Осы шығарып алған лағмандарымызды ыстықтай үстіне зәйтүн майын құйып, кішкене майлап қоямыз. Осылай жасасаңыздар, сіздің лағмандарыңыз өте дәмді шығады. Енді біз подливасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге маринадталған етіміз, болгар бұрышы және де жартылай аштық болгар бұрышының қызылы менен көгін алдым. Пекин орам жапырағының 2-3 жапырағын алатын боламыз. Және де сельдерей, пияз, қара бұрыш, паприка, чеснок, 3 тал соя тұздығы, соевый соус және зира қосатын боламын. Пиязымызды видеода көрсетілгендей қылып турап алатын боламыз. Қатты ұсақтап тастамаймыз. Осылай орташа турайтын боламыз. Сельдерейімізді осылай бөлшектеп турап аламыз. Біздің бұрыштарымызды видеода көрсетілгендей қатты майдалап емес, орташа қылып осылай турап алатын боламыз. Жартылай аштық бұрыштың мен жартысын қосатын боламын. Қызыл бұрыш және көк бұрыш қостым. Бұл жартылай аштық бұрыш болып саналады. Лағманға өте ерекше дәм береді. Турап дайындап аламыз. Және пекин орам жапырағын жуып, жақсылап осылай кесіп аламыз. Қатты майдалап тастамаймыз. Отымызға тапамызды қойып, майымызды құйып, қызып тұрған майымызға маринадталған етімізді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз.
осы етіміздің үстіне пиязымызды салатын боламыз. Пиязымызды, соя тұздығын, қара бұрыш және де паприкамызды да қосамыз. Зірамызды қостық. Жақсылап араластырып, крышкасын жауып, бұқтырып, жақсылап қуырып аламыз. Үстіне болгар бұрышын саламыз, сельдерейімізді саламыз. Тағы да крышкасын жауып, бір бұқтырып аламыз. Үстіне чесногымызды қосамыз. Жартылай аштық бұрышымызды қостық. Орта отта тағы да бір бұқтырып, қуырып аламыз. Бір стакан суымызды қосатын боламыз. Суымызбен бір қайнатып алып, дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Тұзымызды қостық, және де пекин орам жапырағын қосамыз. Қақпағын жауып бір 5 минутқа қойып аламыз. Біздің подливамыз осылай пісіп шықты. Ыдысымызға лағмандарымызды салатын боламыз. Осылай лағманымызды салып, үстіне подливасын құйып, ұсынатын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпенен жасап көруге кеңес етемін. Өте дәмді шығады. Біздің тестамыз өте әдемі, ерекше дәмді болып шығады. Қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Астарың дәмді болсын. Жасап көріп, үй ішіңізді қуантыңыздар.